Әскер қатарына шақырылған жас сарбаздар отанға адал қызмет етуге ант берді. Жеңіс саябағында өткен тағылымды шараға өңір басшысы қатысып, ел қорғаны болуға қадам басқан жігіттерге сәттілік тіледі. Рәсім халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Бүгінде Жамбыл облысынан мерзімді әскери қызметке 2612 сарбаз шақырылған. Оның ішінде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлеріне 1272, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне 670, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы қатарына 650, ал Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі жүйесіндегі әскери бөлімдерге 20 сарбаз жіберілді. Әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Әскери қызметте қазір снайпер бөлімінде қызмет етіп жатырмын. Командирлер, сержанттар барлығын өздеріндегі барлық білімдермен бөлісіп жатыр, барлығы ұнайды. Бұйырса бүгін әскери ант қабылдауға жиналып жатырмыз. Іс-шара барысында өңір басшысы Ербол Шырақбайұлы, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы Ержан Ибраев және сарбаздардың ата-аналары жас жауынгерлерге ақ жарма тілектерін арнады. Ата-бабаларымыз сұлан қайыр даламызды найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап бізге аманат өтті. Сол аманатқа адал болу сіздердің міндеттеріңіз. Ел үмітін ақтап, тәртіп пен табандылықты серік етіп, әскери қызметте жоғары жетістіктерге жетеді деп сенемін. Шара соңында жас сарбаздар дайындық кезеңінде меңгерген әскери машықтарын көрсетіп, қарумен және қарусыз орындалатын саптық тәсілдерді көпшілік назарына ұсынды. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 News.